Сәлем, жүйесі жетілетін отандық жұлдыздардың өмірде шолу жасайтын Инстаньюз. Назарларыңызға бүгін Зирузаның суретін, Жанияның сапарын, Мақпалдың шашын сөз етеміз. Зируза Инстаграмдағы парақшасына қызықты пост жариялады. Онда бойжеткен жуырда ғана жарыққа шыққан қиын оңай атты бейнебаянда басты рөлді сомдаған Әсетпен бірге суретке түскен. Бұл олардың жалғыз сурет емес, оны Зирузаның оқырмандары да байқапты. Сондай-ақ екеуінің жақсы жұп болатынын айтып бақыт тілеуде. Негізі екеуі жарасады, иә? Дене бітіміне аса көңіл бөлетін Жания Джуринская диетаны ұмытқан сияқты. Түркия еліне демалысқа аттанған актриса күнін тек тамақ ішумен өткізетін секілді. Оны Инстаграмдағы парақшасына жүктеген суретінен байқадық. Және тамақты көп ішпеңіз, әйтпесе келесі постыңыз артық салмақпен күресу жайлы болары анық. Мақпал Исабекова оқырмандарын таң қалдырудан бірінші орын алары сөзсіз. Өйткені образын жиі өзгертетін әнші тағы да шашын бояды. Бұл жолы қызғылт түске. Оны Инстаграм желісіне жүктеген селфиінен байқап қалдық. Бұртиып тұрған мектеп оқушысынан аумай қалған әншінің суреті жанкүйерлеріне ұнаған секілді. Ал сіздерге ұнады ма? Су жаңа Galaxy S8 және S8 Plus көздің жауын алары анық, сондықтан шексіз әрі ерекше дизайнды смартфонның иесі атануға асығыңыздар. Отандық жұлдыздардағы қандай постмен қызықтырады екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.